Сәлем достар. Мына суретке назар аударайық. Мына суретте бірінші сурет жылу жүйесі берілген, екінші суретте қарауыл берілген. Одан кейінгі суреттерде КАМАЗда оттегі және көмір қышқыл газы біреу кіріп, біреуі сыртқа шығуда. Одан кейінгі суретте платина берілген және соңғы суретте қайықтың желкендері берілген. Бұл суреттердің барлығы қанның қызметтері болып табылады. Яғни бүгін біз сіздермен қанның құрамы және қызметі деген тақырыпты өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта қан, гемоглобин, плазма, тромбоцит, эритроцит, лейкоцит деген терминдермен жұмыс жасаймыз. Жалпы қанның құрамы біздің ағзада 4,5 және 5 литр болады. Қанның құрамы плазмадан және қан жасушаларынан тұрады. Қан плазмасы біздің ағзада 55%, қан жасушалары 45%. Плазманың құрамы биорганикалық заттардан және органикалық заттардан тұрады. Биорганикалық заттарға су мен минералды тұздар жатады, ал органикалық заттарға глобулин, ерігіш, фибриноген жатады. Ал енді қан жасушалары эритроцит, қызыл түсті қан жасушасы, лейкоцит, ақ түсті қан жасушасы және тромбоцит. Яғни біздің қанымыз екіге бөлінеді екен, плазмадан және қан жасушаларынан. Енді осылардың әрқайсымен жеке-жеке танысатын боламыз. Біздің ағзада енді қан тамырдың құрамындағы суреттен біз қан жасушаларымен танысайық. Мына қызыл іші ойысы бар, бұл бізде эритроцит. Эритроцит. Мынау ішінде ядросы бар, бұл лейкоцит. Және мына кішірек келген, сопақша келген, бұл тромбоцит. Біз енді қан тамырдың ішіндегі қан жасушаларымен таныстық. Ал енді мына суреттен де танысып көрейік. Бірден айта аламыз, мына қызылы эритроцит екенін. Ал енді мына суретке қарайтын болсақ, біз шатастырып алуымыз мүмкін. Мына қайсы лейкоцит және қайсы тромбоцит екен, себебі екеуі де ақ түсті түспен берілген. Мына тұрған суретіміз, яғни амебаға ұқсаған суретіміз лейкоцит болғаны, лейкоцит. Ал мына тұрған суретіміз тромбоцит болғаны. Ал енді эритроциттің ерекшелігіне келейік. Эритроцитіміз пішіні домалақ және кішілеу болады. Бүйірі мінекей, қысыңқы, ядролары жоқ, қызыл түсті болады. Қызыл түсті болуы гемоглобинге байланысты. 1 мм куб қанда 4,5-5 миллионға дейін эритроциттер болады. Диаметрі 7,5 микрометр болғаны. Енді түзіледі сүйектің кемігінде. Біздің сүйектің кемігі қызыл түсті кемік және сары түсті кеміктер болады. Сол жерлерде түзіледі. Бұзылады, бауырда бұзылады және көк бауырда бұзылады. Бұлардың өмір сүру уақытысы 120-127 күн, яғни 4 айдай өмір сүреді. Енді эритроциттің қызметіне келейік. Эритроциттің қызметі тасымалдау, бағана бірінші суретте көргенбіз. Яғни КАМАЗдар оттегін алып кетті, көмір қышқыл газын шығарып жатыр. Енді осыны суретпен түсіндірейік. Мынау гемоглобин. Гемоглобиннің ортасы ойыс болады. Осы жердегі мына күрделі глобула тәрізді бізде гемоглобин. Бізде гемоглобин қанға қызыл түс беріп тұрады. Сондықтан біздің қанымыздың түсі қызыл. Ал енді гемоглобиннің гем деген, яғни темір 4%, глобин деген, яғни нәруіз 96% нәруізден тұрады. Мына сары домалақтарымыз, яғни осы сары домалақтар, яғни өзіне сары домалақтарымыз темір. Ол оттегіні өзіне қосып алады. Сөйтіп оксигемоглобин болады. Оксигемоглобин себебі оттегіні өзіне қосып алды. Осыны жасушаларға, осы оттегіні жасушаларға тасымалдайды. Енді қан тамырдың құрамында оттегі жоқ. Енді ол көмір қышқыл газын қосып алады. Міне қосып алып, тасымалдады. Мына екеу қосылып тұрған кезде оксигемоглобин. Бұны жасушаға береді.
Енді қан тамырдың құрамында әрине оттегі жоқ, енді көмір қышқыл газын қосып алады. Көмір қышқыл газын қосып алғанда карбоксилглобин болады. Сөйтіп оны тыныс алу жолдары арқылы сыртқа шығарады. Сонда эритроциттің қызметі оттегіні жасушаларға беріп, жасушадағы көмір қышқыл газын ағзадан шығару. Енді лейкоциттің құрылысына келейік. Лейкоциттің құрылысы, яғни біз аққан жасуша дедік. Мына жақтағы суретке назар аударамыз. Біз келесі сабақта бұл суреттермен танысатын боламыз. Мына жерде қарасақ, барлығының ішінде ядролары бар. Сондықтан бұлардың бәрі лейкоцит болып табылады. Яғни лейкоциттің пішіні тұрақсыз, сондықтан ол белсенді қозғала алады. Ол қан тамырлардан, мысалы, сырт бізге бөгде дене кірген кезде, ол қан тамырдың саңылаулары арқылы шығып, сол бөгде заттармен күресе алады. Олардың ядросы бар. Барлық суретте ядросы бар. Түссіз аққан жасушасы. Түссіз аққан жасушасы. 1 миллиметр куб қанда 5000-8000-ға дейін, диаметрі 12-20 микрометр. Түзіледі тура эритроцит сияқты сүйек кемігінде. Бірақ эритроцитпен салыстырғанда бұлар лимфа түйіндерінде және көк бауырларда түзіледі екен. Бұзылады тура эритроцит сияқты бауыр мен көк бауырда бұзылады. Өмір сүру уақытысы 5-9 тәуліктен. Мысалы, біз ауырған кезде, мысалы, 5-9 тәулікте жазыламыз. Мына лейкоциттің өмір сүру уақытысы сол күндер аралығында болады екен. Ал енді лейкоциттің қызметі бұл фагоцитоз, яғни фагоцитоз деген бағана сырттағы бөгден заттарды жұту, қармап алу, обыру. Мына суретке назар аударайық. Лейкоциттің фагоцитоз қызметін түсіндіреміз. Мына суретте мынау сырттан кірген бөгде дене. Мысалы, бактерия деп қояйық. Мынау лейкоцитіміз. Мына бөгде дене кірген кезде лейкоцит, олар бір-бірімен қосылады. Сөйтіп, оларды қармап алады. Осы процесте біз фагоцитоз дейміз. Мына қармап алды. Енді мына тұрған нәрсе бұл лизосома. Лизосома осы сырттан кірген бактерияға, немесе бөгде денеге жақындайды. Мынауымыз бактерия. Мынауымыз лизосома. Екеуі бір-біріне жақындайды. Сол кезде мына сырттан келген бактерияны көрдіңіздер ме? Майда бөлшектерге бөліп, ыдыратып жіберді, яғни жойып жіберді. Біз осы процесті фагоцитоз дейміз. Яғни мына суретте лейкоциттің қызметі фагоцитоз көрсетілген. Енді тромбоциттің құрылысына келейік. Тромбоцит дегеніміз пішіні сопақ және пластинкалы. Мысалы, әртүрлі кітаптан көрсек, әртүрлі салынуы мүмкін. Бұлардың да ядросы жоқ лейкоциттер сияқты. 1 миллиметр куб қанда 250-400 мыңға дейін тромбоциттер болады. Диаметрі 2-5 микрометр. Бұларда сүйек кемігінде түзіледі. Эритроцит, лейкоцит сияқты бұзылады. Бұлар қан тамыры жарақаттанған кезде. Сонда тромбоциттің қызметі тек қана қан тамыры жарақаттанған кезде олар қызметін бастайды екен. Өмір сүру уақытысы 4-7 тәуліктен 10 тәулікке дейін. Мысалы, біз қолымызды кесіп алатын болсақ, шамамен ол 7-10 күнде жазылады. Сол кезде тромбоцит қызметін атқарады. Одан кейін ол қан тамырдың ішінде басқа қан жасушаларымен бірге жүре береді. Енді тромбоциттің қызметі, мына қараңыздар, қан тамыр жарақаттанды. Біз қан тамыр жарақаттанған кезде, мысалы, қызыл болып қан шығады, себебі олар бізде қанның түсі қызыл ғой, ол жерде эритроцит бар. Мына тұрғандар тромбоциттер міне осы жерге шығып, өзі қан ұйымына қатысады. Бағана біз айтқанбыз, плазманың құрамында ерігіш фибриноген деген бар дейтінбіз. Сол ерігіш фибриноген ерімейтін фибринге айналады. Біз оны қанның ұйуы деген тақырып өтеміз. Сол кезде толығымен танысатын боламыз. Енді плазма. Бұл мына жерде қараңыздар, мына төменгі жағы қан жасушалары. Мынау плазма. Яғни біздің плазма дегеніміз ұйыған қаннан кейінгі сұйықтық екен. Ал енді плазманың қызметтеріне келетін болсақ,
Біріншіден, еріген органикалық қосылыстарды аш жектен ағзаның басқа бөлімдеріне тасымалдайды екен. Екінші, метаболизмнің соңғы өнімдерін бөліп шығару мүшелеріне тасымалдайды. Үшінші, эндокриндік бездерде пайда болған гормондарды тасымалдайды. Төртінші, ағзалардағы жылуды реттейді. Яғни бүгін біз сіздермен қанның құрамымен таныстық. Қанның құрамы плазмадан және қан жасушаларынан тұрады екен. Біз келесі сабақта енді осының әрқайсысымен жеке-жеке танысатын боламыз. Біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Ары қарай сабақты жіберіп алмау үшін біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.